Жалғастырайық, жанары сөнсе де көкірек көзі ояу. Жамбылдық зағип жан Ербол Бегімов жалғыз өзі 2000-ға жуық кітапты Braille жүйесіне көшірген. Оның сыртында көзін нашар көретіндерге компьютер үйретіп, ұялы телефонды қолданудың тәсілін түсіндіреді. 60 алқымдаған азаматпен тілшіміз сұхбаттасып қайтты. Көрейік. Ербол Бегімов 30 жасында жарық дүниені көруден қалған, бірақ ешқашан жігер жасыған емес. Тағдырдың сынына мойымаған азамат Braille қарпін меңгеріп, талай оқулықты нүктелі бедерлі нұсқада басып шығарды. Ал бұл туындылар жанарынан айырылған талай жанның қолына жетті. Бір нүктелі бедерлі қарпінде кітап 150-160 беттен тұрады. Біз жайпақ баспалы қарпіндегі мәтінді алып кеп, Dagsbury деген арнайы бағдарламаға енгізіп, Ctrl-E пернелер комбинациясымен біраз настройкаларын енгіземіз. Бұл A4 формат, бір кітап бетінде 26 строка болу керек. Кейіпкеріміз 2000-ға жуық оқулықты Braille қарпіне аударған Жамбылдағы жалғыз жан. Сондай-ақ ол өңірдегі арнаулы кітапханада Brailleист және компьютер үйірмесін ашып, 50-ге жуық азаматқа ақпараттық технологияның қыр-сырын үйретті. Тағы 40 оқырман саусақ ұшымен сипап оқуға машықтанды. Сондай шәкірттерінің бірі меркілік Мария Ниссонова. Цель, которую я себе поставила. Менің қазір алға қойған басты мақсатым Braille принтерін толыққанды меңгеру. Артынша нүктелі бедерлі қарпінде кітап басып шығарсам деген үлкен арманым бар. Ұстазым жақсы бәрін үйретеді. Курсты аяқтаған соң Америка ауданынан шағын баспахана ашуды жоспарлап отырмын. Ербол Бегімов көзі көрмесе де көңілі жарық жан. Ол басып шығарған нүктелі бедерлі туындылары қолмен сипау арқылы талай азамат шығарманың тереңіне бойлап рухани азық алды. Жалпы Жамбылдағы зағип және көзі нашар көретін кітапханада кез келген туындыны 5 түрлі негізде оқуға мүмкіндік бар. Ол үшін мұнда 10-нан астам инклюзивті жоба жүзеге асып жатыр. Тараздан Самат Қайырденұлы, Ерлан Ахметов, 7-ші арна.